Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл дүкендегідей жұмсақ батон нанын пісіретін боламыз. Үй жағдайында ешқандай артық заттарсыз оңай жолмен дайындаймыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Менің арнамда тағы да басқа қызықты оңай рецепттер бар, өтіп көрсеңіздер болады. Ең алдымен үлкендеу ыдысқа жылы сүтті, жылы суды құямыз. Оның үстіне тұз саламыз, дрожжды саламыз, сосын қант қосатын боламыз аздап. Барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне ұнды електен өткізіп, жақсылап қамыр илеп алатын боламыз. Қамыр қатты болып қалмау керек, орташа жұмсақтықта болады. Сосын қамырдың бетін жауып, пищевой пленкамен, пакетпен орап, сыртына сүлкімен орап, 2 сағатқа аз дегенде көтерілуге қалдырамыз. 2 сағатта қамырымыз өте жақсы көтеріліп шықты. Енді қамырмен жұмыс жасаймыз, ұнды сеуіп отырып жасаймыз. Қамырды жұмсақтау илегендіктен кішкене қолға жабысатындау болады. Енді осы қамырды мен 2 үлкендеу бөлікке бөліп алдым. Өйткені мен 2 үлкен батоннан жасайтын боламын. Егер де сіздер кішілеу жасайтын болсаңыздар, 3 не болмаса 4 бөлікке бөлсеңіздер болады. Дәл осылай 2 бөлікке бөліп, домалақтау етіп, тағы да 10-15 минутқа тындыруға қалдырамыз. Бетін сүлгімен жауып қоямыз. 10-15 минуттан кейін алып, нан жасауды бастаймыз. Осы домалақ бөлікті орташа көлемде 4-1 етіп жайып шығамыз. Ұнды сеуіп отырып жұмыс жасаймыз. Жайып алған қамырымызды дәл видеодағыдай орап шығатын боламыз. Қатты қыспаймыз, бірақтан арасында ашық жері де қалмау керек. Дәл осылай орап шығамыз, шеттеріні жауып, әдемілейміз. Сосын пергамент салынған листке қойып, тағы да 15-20 минут көтерілгенше қалдыратын боламыз. Он 15-20 минут уақыт өтті. Нандарымыз осылай көтеріліп шықты. Енді оның үсті әдемі болып тұру үшін ұн сеуіп, дәл осылай пышақпен кесіп шығамыз. 180-200 градуста қызып тұрған пеште 20-30 минут уақытта пісіріп алатын боламыз. Міне дәл осылай қызарып, көтеріліп, әдемі болып шықты нандарымыз, өте дәмді болады. Мен әдейі үлкенде осылай жасадым, өйткені кесіп алып балалар бутерброд жасап жегенге өте ыңғайлы. Сіздер қалағанша көлемде жасасаңыздар болады. Не кесіп іштерін көрсетемін. Дәл дүкендегідей өте әдемі, іші жұмсақ болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге, отбасыларыңызға ұнайды деп ойлаймын. Видео ұнаған болса, лайк басып, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар.